Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Міне бетімді тазалап алдым. Енді осы биома кремін жағым. Бұның өзінің қалақшасы бар. Бұның ішінде двухфазный крем деп аталады. Бір жағында осылай крем бар болса, бір жағында осындай гель бар. Мөлшермен осы кремді аламыз. Кремнің құрамында коллаген бар. Қартайтудың алдын алса мынандай гель бар. Гель біздің бетімізді құрғаудан сақтайды. Әсері өте жақсы. Екеуін бүйтіп араластырып аламыз да, керекті мөлшерде. Бетіңіз қандай құрғақ бет болса, гельді көбірек аласыз. Егер де құрғақ болмай жырны болса, онда кремді аласыз. Өзіңіз құрамын реттеп аласыз өзіңіздің бетіңізге сәйкес. Мен осы кремді жағып жүрмін, маған өте ұнады. Двухфазный крем деп аталады. Упругус дейді ғой, геліні беттің, терінің сол упругусын сақтайды екен. Соған көмек жасайды екен. Крем коллагені бар құрамында. Коллаген біздің терімізге, біздің жасымызда өте қажет. Жалпы мен осы аналдың уходовый косметикасымен қолданам. Міне менде қандай пенка бар. Берекетті. Бет жуатын осындай пенка бар. Түнгі крем бар. Мына бір пудра дей ме? Қалай айтсам? Бетіңізді сонымен жасаңыз, бетіңіз сықыр-сықыр етіп тап-таза болып қалады. Солай. Қалған кремді қолыма жаға салам, не болмаса мына мойныма жаға салам. Енді қанша дегенмен жас келгеннен кейін, жас келген емес, жалпы үнемі өзіңді өзің күтініп, кішкене өзің қарап жүру керек қой деп ойлаймын. Кейбіреулер айтады, картигеннен кейін қарап не керек, картидің солай жүре бер деген әңгіме айтады, бірақ ол дұрыс емес деп ойлаймын. Аны тоник мис деген ол да бар менде. Қазір әкелейін. Тоник мисім бар екен, тоник мис.